Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді, өте әдемі көрінетін салаттың рецептісімен бөлісеміз. Осындай 4 қана заттан тұратын, бірақ та өте дәмді, өте көрікті салат. Ең алдымен картоптың сыртын ашып, оны осылай үккіштен өткізіп аламыз. Ұзынша етіп үккіштен, видеода көріп тұрғандарыңыздай өткізіп аламыз. Сонан соң бір ас қасық тұз салып, картоп батып тұратындай етіп су құйып, сол суға салып қоямыз. Картопымызға тұздың дәмі сіңгенше және де суда крахмалы шыққанша басқа қалған заттарымызды барлығын ұзынша етіп тураймыз. Мінекей қазір колбасаны турап жатырмыз. Бұл жерде егер сіз колбасаның орнына тауық етінде пайдалансаңыз болады. Немесе өзіңіздің қалауыңызға байланысты қайнаған етпен де орнын алмастыруға болады. Мінекей қызанағымыз, біздің қызанақтың да барынша еттілеуін алып, осылай ұзынша етіп турап аламыз. Біздің қиярымыз, қиярды да ұзынша етіп турап алып, тұз сеуіп, суын шығарып қойып қоямыз. Және де қиярдың кішкене бөлігін алып, салатымызды әсемдеу үшін де пайдаланамыз. Неке барлығын турап алғаннан соң бір ыдысқа қағаз майлықты төсеп, суда тұрған картопымызды жақсылап суын сығып алып, осы қағаз майлықтың үстіне кептіру үшін қойып қоямыз. Картопымыздың суы сырғылғаннан соң қызып тұрған майға осылай қуырып аламыз. Сап-сары болып біздің картофельный фрилеріміз, яғни картофельный пай деп те атайды, осылай сары етіп дайын болады. Тағы да қағаз майлықтың үстіне май тартылу үшін қоямыз. Неке осылай аз-аздан салып, картоптарымызды сары етіп қуырып аламыз. Картоптарымыз дайын болғаннан соң салатымызды жинауды бастаймыз. Ол үшін өзіңіздің салатқа арналған ыдысыңызды алып, колбасадан бастап осылай қойып шығасыз. Және әрбір қабатқа майонез, тұз сеуді ұмытпаңыз. Неке осылай әрбір қабатты осылай қайталап отырып, таушық секілді ортасына қарай үйіп отырып, орналастырып шығамыз. Майонезді арнайы пакетке салып, арасына осылай сетка тәріздес етіп орналастырасыз. Немесе мен секілді осылай бір шетін пышақпен кішкене ғана кесіп, осылай жеңілке етіп жағып шықсаңыздар болады. Помидордың суын, артық суын алып тастаймыз. Ең соңында қуырып алған картоптарымыздың ортасын жоғарыңқы етіп, әдемілеп орналастырамыз. Салаттың барлық жерін жауып тұру керек. Неке енді қиярмен бір шетіне осылай қойып, әдемілеп әсемдейміз. Біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.